Сондықтан біздер көп ақша алмаймыз. Сондықтан мен болашақта вступительный взносты вообще түсіріп тастағым келіп тұр да. Жоққа жақын дегендей. Бірақ енді ол болмайды жоққа жақын, бізге де на что-то надо жить и существовать, да. Бірақ барлығына иншалла болашақта сюрприздері болады. Кішкене тактикамызды жаңа біздер енді всегда мынандай кооперативпіз ғой, біз бір нәрсе шығару керекпіз, біз бір нәрсені көрсету керекпіз, содан кейін басқа кооперативтер қайталайды оны. Мынада да мен қазір күшті варианттар шығарып отырмын. Біз мощный болып қайтадан алға шығып кетеміз, ал қалған кооперативтер қайтадан біздің істегенімізді қайталайды, бірақ кішкене әрине оларда түсінбейді басында. Бірақ уақыт өте келе біздің тактика дұрыс екенін қайтадан көрген кезде, қайтадан біздің тактиканы қолданады. Өйткені былтыр арылыны біздер бастағанда түсінбеген кооперативтер қазір қолданып уже бір жарты жылдай болып қалған болар. Кооперативтер біздің істеген затымызды қайталап отырды. Қазір біздер одан да жақсы система істейміз, и олар оны көргеннен кейін оларда да, яғни біздер всегда алда болу керекпіз. Біз номер 1 болу керекпіз. Біз номер 1 болдық. Бізді қазір кішкене тіреп қалды, ұстап қалды. Бірақ олда да бізге кішкене перезагрузка жақсы болды. Сондықтан болашақта бұдан да жақсы бір нелер алда жоспарлар бар, иншалла. Жобалар бар, жоспарлар бар, мақсаттарымыз уже көрініп тұр дегендей, сондай жақсылықтар көп болады иншалла алдымызда. Қазірден Алла Тағала абыройымызды түсірмей, осындай бір бәледен, жала жабылған бәледен аман есен шығарып жатырғанға мың миллиондаған шүкір етеміз Аллаға. Және де сізге де рахметімді айтамын пайшықтер ретінде. Сабыр сақтап, осылайынан күтіп, шыдап, яғни былай айтқанда біздерде ай сайын болып жатырған мөлшерден көп кетпеген, яғни біздерде ай сайын 100-150 адам кетсе, мынада біздерді жауып, бұлар мошенниктер, бұларды отырғыздық деп жаңалықтардан беріп біздерді жамандап жатырғанда шықпаған халық, оған қалай риза болмайсың, оған қалай күн сайын алғыс айтпайсың. Сондықтан сіздерге алғысым шексіз, Алла разы болсын. Біргеміз деген сөзіңіз бекер болмады. Кәдімгідей іс